Бауырлар, біздің жетім жесірлерге барып, қал жағдайларын сұрап, тамақтарына барып беріп, қарайласып жүретін әдетіміз бар. Алла разы болсын. Ас болсын. Кім алған жүр? Амин. Бұны жасырып жасай берсек те болатын еді. Бірақ жария қылуымыздың себебі сол список жинап бастағанда бізде санап шықсам 95 отбасы. Не деген көп деп таң қалдым ше. 95 отбасы бір исіктің өзінде, иә? Жоқ, біз мектепте. Бір мектепте. Қазір өкінішке орай жетім жесірлердің саны күн санап өсіп жатыр. Өткенде ғана қазақ жастары болып, Таскескен ауылының бас проблемаларының бірі мешіттің жоқтығын Алланың қалауымен шешкен болатынбыз. Енді ауылдың деңгейінде ғана емес, еліміздің деңгейіндегі жауапкершілікті мойнымызға алу керекпіз деп ойлаймын. Бұл істі бастауыма бір ғана хадис себеп болды. Алла елшісі айтады: кімде-кім жетім жесірге қамқор болса, ол екеуміз жәннатта былай боламыз дейді. Яғни көрші боламыз дейді. Бауырлар, мен ешқандай сбор ашпаймын. Жай ғана қазақ жастары болып, күнделікті 200 теңгелерімізді садақаға беріп тұрсақ жеткілікті. Бұл біз үшін жай ғана 200 теңге, ал мұқтаж жандар үшін ол сума жиналғанда үлкен көмек болар еді. Қазақ жастары, әрқайсыңызды Алла елшісімен көрші болуға шақырамын. Кім қолдайды?